Сәлеметсіздер достар, арнаға қош келдіңіздер. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы. Күніне 3 құрма жеп қана ағзаны қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуге болады. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрмамен алмастыруға кеңес береді. Ал ғалымдар құрманы 2-3 жыл ашықта талғажау етуге болатынын дәлелдеп отыр. Бұл жемістің осы және өзге де пайдасы туралы айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Құрметті оқырман, біздің видеомызды 79% тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына ат салсыңыз. Құрма құрамындағы калий жүрек қан тамыр жүйесінің қалыпқа келтіріп, қан қысымын реттеуге және гипертонияны алдын алуға көмектеседі. Құрманың құрамындағы пайдалы дәрумендер мен минералдар бөлігін алу үшін күніне 3-4 құрма жеген дұрыс. Құрма тым тәтті болғандықтан оны сулы, сүзбе немесе йогурт тіпті салаттар секілді түрлі тағамдарға қосуға болады. Құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Сонымен қоса, дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма йодқа да бай. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеу дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Құрма құрамындағы моносахарид жүрек бұлшықеттеріне пайдалы. Оның құрамындағы А және С дәрумені иммунитетті көтеріп, суықтаудың алдын алады. Ағзадағы қанттың көп мөлшерде инсулин көмегімен дене жасушаларына сіңіп, энергия ретінде қолданып, глюкозаға айналады. Ал қантты шамадан тыс тұтыну жасушалардың инсулинге деген сезімталдығын төмендете түседі. Нәтижесінде глюкозаның сіңуі баяулап, ал қанттың артық мөлшері қанда қалады. Сондай-ақ ол 2-ші типті қант диабетіне әкеліп соғады. Қантты шамадан тыс тұтыну артық салмақты жиналуына және көптеген созылмалы аурулардың, соның ішінде жүрек қан тамыр ауруларының асқынуына себеп болады. Сол себепті артық салмағы бар және қант диабетімен ауыратын адамдарға құрма аз мөлшерде жеген дұрыс. Сонымен қатар, түзілу процесін арттыруға, асқазан ішек аурулары бар адамдарда аталмыш жемісті, яғни құрманы аз тұтынуға абзал. Құрмада қызғылт түсті пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияны қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болмайды. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс көп жеу теріні сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырқымыш ретінде қолданатын емен. Сондай-ақ құрманың құрамында қант көп болғандықтан ескеру қажет. Құрманы жер алдында оның қабығына назар салыңыз. Қара дақтары бар қабығына зақым келген құрмадан аулақ болуыңыз шарт. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Оның құрамындағы көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттарды шығарып, қан қысымын төмендеуіне әсер береді. Құрма құрамындағы пептиндер болса, токсинді заттарды жойып қана қоймай, оған қоса құрмадағы
йодтық таптырмас көзі. Дәрігерлер күніне 2 құрмадан көп жемеуге кеңес береді. Ем болсын достар. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.